Өңір мектептерінде биылғы оқу жылынан 18 мұғалім техникалық пәндерді ағылшын тілінде оқытуға кірісті. Олар шет тілі курсын жоғары деңгейде бітіріп шыққан. Бұл қатарды толықтыруға тағы 96 мұғалім дайын отыр. Бүгін олар облыс орталығында өткен семинарда бас қосып, тәжірибе бөлісіп, пікір алмасты. Бұл биология сабағы. Жаратылыстану пәндері Бест мектеп гимназиясында қыркүйектен бастап ағылшын тілінде өтіп жүр. Ольга Ломзева биыл ғана Б2 деңгейін алған. Бүгін ауыл мектептерінен келген өзге әріптестермен тәжірибе бөлісуде. Бүгін мұндай ашық сабақтар қаладағы 4 мектепте өтті. Ағылшын тілін меңгеріп жүрген техникалық пәндерден сабақ беретін 90 мұғалім қатысып, өз білімдеріне білім қосты. Басым бөлігі аудандардан келген ұстаздар. Ашық сабақтар өткізсін, мұғалімдер білім инновация мектеп лицейіне жиылды. Шараны осында қорытындылап, жаратылыстану пәндерін шет тілінде өткізуде туындайтын қиындықтардан бөлек ұтымды тұстарында айтып, ой алмасты. Әбу Досмұхамедов атындағы дарынды балаларға мамандандырылған гимназия интернатының мұғалімі Мадина Жағыппарова балаларға биологияны ағылшынша оқытып жүр. Бүгін әріптестерінен үйренгені көп. Балалардың қабылдауы бойынша өте жақсы, оларға өте ұнайды, себебі бізде Оксфордтың кітаптары берілген. Оксфорд бойынша өте қызық қылып жазылған балаларға. Бізде қазақша жаңартылған бағдарламамен бірге жүрсе, бұл бағдарлама ағылшын тілінде одан да тереңірек берілген. Қиыншылық туғызады, яғни сабақты құрылған кезде біз ағылшын пәндерін мұғаліммен бірге тексеріліп сабақ жоспарын құрастырамыз, яғни көмекке жүгінеміз. Бірақ та көбінесе ағылшын тілін өзім оқығандықтан мектептен, университетте маған онша қиыншылық туғызбайды. Химия, биология, физика және информатика пәндерін ағылшынша оқыту жұмысы өңірде қарқынды жүргізіліп жатыр. Бұл ретте өрлеу біліктілікті арттыру орталығында ұстаздар тіл меңгеріп жүр. Тек Б2, Б1 деңгейін алғандар ғана сабақ беруге құқылы. Мұндай 18 мұғалім арнайы курстарды аяқтап сабақ беруге кірісіп кеткен. Бастаманың қалай болып жатыр, қандай жақсы жағы бар, қай жерде қиналып жатыр, қандай көмек керек екен, мінеке осыған байланысты өткізіп жатыр. Бүгінгі күні біз сабақтарда болдық, осы аталған барлық пәндер бойынша сабақтар жүргізілді. Пікір алмасып жатыр. Енді біз байқаймыз, балалармен де жаңағы жүздесіп сөйлестік, қалай ұнаймы жоқ па деп. Әрине болашақтың балалары ғой, ойлаймын, меңгереді деп. Әрине қиыншылықсыз болмайды ғой ол. Тағы 96 ұстаз тек негізгі А1, А2 деңгейін меңгерген. Олардың да оқушыларға биология мен физиканы Шекспирдің тілінде түсіндіретін күні алыс емес. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.